Баршаңызға сәлем, өте керемет рецептпен Наполеон пісіреміз. Міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Ең алдымен қамырын дайындаймыз. Қатып тұрған сары майды ұнға аунатып отырып, үлкен шешесі бар үккіштен өткіземіз. Және қолмен осылай үгітіп, крошки дайындаймыз. Крошкеміз дайын, енді сұйықтық дайындаймыз. Бір ыдысқа суды құйып, оның үстінен жұмыртқаны және алмалы сірке суын құйып, барлығын жақсылап араластырамыз. Енді осылай ашып, ортасын сұйықтығымызды осының ортасына құямыз. Сұйықтықтың шамалы бөлігін алып қалдым. Себебі маған осы сұйықтық жетті. Сіздер енді қамырларыңызға қарай құясыздар. Бұның тестасын енді қамыр илеген сияқты емес, осылай қолмен ортасына қарай жаба отырып илейміз. Және де осыны 5-6 сағатқа холодильникке қойып қоямыз. Енді кремін дайындаймыз. Креміне жұмыртқаның үстінен қантты салып, екеуін бір-біріне біріккенше араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін крахмалымызды саламыз. Үшеуін бір-біріне біріккенше араластырамыз. Енді осы қоспамыздың үстінен алдын ала ысытып алған сүтіміздің шамалы бөлігін құйып, араластырып жібереміз. Және сүтіміздің қалған бөлігін отқа қоямыз. Қоспамызды осының үстінен қосамыз. Және де араластырып тұрамыз қоюланғанша. Жақсылап араластырамыз. Міне біздің креміміз қоюланып қалды. Енді қоюланғаннан кейін осының үстінен сары майымызды қосып, жақсылап араластырып жібереміз. Осымен біздің креміміз дайын. Пештен алып, жайпақ ыдысқа осылай құйып, бетін салафанмен немесе пищевая пленкамен видеода көрсетілгендей бетіне тигізіп жауып қоямыз. Және суытамыз, 1 сағаттай суыт. Суытып қойып қоямыз. Міне біздің қамырымыз қатты. Енді осы қамырды алып 3-ке бөлеміз. Және соның бір бөлігін тағы да 3-ке бөлеміз. Сонда бізде 9 корж шығады. Енді осының бір бөлігін алып қаламыз да, қалғанын холодильникке қойып, шетінен алып жаямыз. Пергаментный қағазын алып, үстіне ұн сеуіп, осының үстіне оқтаудың көмегімен қағазымызды айналдырып отырып жаямыз. Барлық керекті заттарды мөлшерімен описание бөліміне жазып қалдырамын. Сол жерден көре аласыздар. Қамырды жайып алғаннан кейін 22 диаметрлік форманы осылай үстінен қойып, пісірмей тұрып осылай кесіп аламыз. Және шаңышқымен осылай шаншып шығамыз. Және 180 градуста қызып тұрған пеште осылай піскенше қызартып пісіріп аламыз. Міне біздің корждарымыз дайын. Енді тортымызды құрастыруға кірісеміз. Бірінші коржымызды қойып, үстінен 2 ас қасық кремімізді салып, бетіне барлық жеріне жағып шығамыз. Келесі коржымызды бетіне қойып, үстінен басамыз. Және барлығын осылай қойып шығамыз. Егер де сіздерге видео ұнаған болса, лайк басып, каналға тіркеліп қоңырауша белгісін баса кетіңіздер. Міне соңғысын қойып, барлық жеріне кремді жағып, жаңа корждарымызды пісірердің алдында шеттерін кескен болатынбыз. Соларды піскеннен кейін осылай бөлек алып, қолмен үгітіп, бетіне жан-жағына сеуіп шығамыз. Қатты майдағы үгітпейміз, осындай ірілеу қылып үгітсек, өте әдемі болып көрінеді. Міне біздің тортымыз дайын, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын, рахмет.